Ассалаумағалейкум, құрметті өнер сүйер, оның ішінде қазақ өнер сүйер ағайын. Қош келдіңіздер. жылы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын актер мамандығына тәмамдап, Ғабит Мүсірепов атындағы жастар театрына қызметке орналастым. Көп өтпей жақсы рөлдер, тіпті басты рөлдер ала бастадым. Бірақ шынымды айтсам, жан дүнием қалаған дүниені әлі таба алмай жүргендей болдым. Сөйтіп 5 жыл қызмет атқарғаннан кейін өз еркіммен үлкендердің батасын алып, сағынсам қайта оралып, қайтармын, келермін деген ниетпен театрмен қош айтыстым. 2018 жылы Алматы қаласында Алатау дәстүрлі өнер театры ашылды. Театр өзінің шымылдығын жыр алыбы Жамбыл атамыз туралы спектакльмен түрмек екен. Маған Ислам Нұртазин деген режиссер ағамыз хабарласып, осы Жамбыл рөлін ұсынды. Мен қуандым, бірақ Исламға домбыра тарта алмайтын туралы айттым. Шында да ол кезде мен 1 грамм домбыра шерте алмайтын едім. Бірақ спектакльдің премьерасына 4 айдан астам уақыт бар. Егер сенде ынта болса, енді тура ынта деп айтқан жоқ енді. Қазақша терапия болғаннан кейін орысша қоспайын деп жатырмын ғой. Желанияң болса деді да, былайша айтқанда. Желанияң болса, үйреніп аласың, қасыңа арнайы жыршы қосамыз деді. Осы кештің төрінде отырған болуы мүмкін, біздің театрдың жыршысы Шаттық Уатқан деген бауырымды қасыма қосты. Төрт ай күні-түні дайындалдық. Сынықтан басқаның бәрі жұғат деген қазақта сөз бар ғой. Бұл театр тек қана актерлар емес, профессионалды актерлар, бишілер, ансамбль, ақындар, термешілер, жыршылар, бишілер топтасқан, бас қосқан бір тамаша орта екен. Әлгі контрактпен ғана рөл ойнауға барған Әсет, бұл театрда 1 жыл өтпей-ақ осы театрдың актері болып шыға келді. Міне 5 жыл өтті, қазақша терапиямен емделіп келеміз. Шәкәрім атамыздың өзің білген керек емес, білгеніңді сықылған керек деген сөзі бар. Осы жолда тек қана өзіміз терапияны қабылдай бермей, өзгемен де бөліссек деген ниетпен қазақша терапия деген жоба бастадық. Осы жобамыздың алғашқы шығарылымына мына өздеріңіз куә болып отырсыздар. Ендеше біз қазір шамамыз келгенше 1,5 сағат сіздерді қазақша терапиямен емдеп көрейік. Бізге сәттілік, сіздерге тамаша көрілім болсын. Біз бастадық. 1723 жылдың көктемінде соғысқа мықтап әзірленген жоңғар әскері қазақ даласына тұтқиылдан шабуыл бастады. Қазақтардың арасындағы алауыздық жоңғарлардың басты мақсаты болды. Жоңғар қоңтайшысы Цеван Рабдан қазақ даласына 7 бағытта шабуыл бастады. Әсіресе Жетісу мен Ертіс аймағы жаудың ауыр соққысына ұшырады. Осы шабуылдың кесірінен қазақтардың бір бөлігі ата қонысын тастап босып кетті. Осы жылы жұт болып ел аштықтан қырылды. Ұзақ жол табандары ағарып кеткенше жүріп, бір көлдің басына келіп, бүкіл халық сұлап жатты. Бұл оқиға қазақ тарихында Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген атпен қалды. Ел арасында елім-ай зары шықты. Kuş geldi aya
айлақ бос келеді. Елім ай, елім ай. Ел жұртынан айырылған жаман екен, екі көзге мөлтілдеп жас келеді. Елім ай, елім ай. Мына заман, қай заман, бағы заман, баяғыдай болсайшы тағы заман. Елім ай, елім ай. Атадан ұл, анадан қыз айырылды. Көздің жасын көл қылып ағызайын. Елім ай, елім ай. Мына заман, қай заман, қысқан заман, бақыт құсы алаштан ұшқан заман. Елім ай, елім ай. Көк аспаннан топырақ шаң борады. Күні суық қаңтардан, қыстан жаман. Елім ай, елім ай. Мына заман, қай заман, қысқан заман ай. Бақыт құсы алаштан ұшқан заман ай. Елім ай, елім ай. Көк аспаннан топырақ шаң борады ай. Күні суық қаңтардан, қыстан жаман ай. Елім ай, елім ай. Сонау 15 ғасырда қарға бойлы Қазтуған деген бабамыз өткен. Бабамыз өзінің кіндік қам тамған жер Еділмен қоштасарда, Еділ деп отқанымыз Еділ өзені, мынау қазіргі Волга өзені. Қазір енді Орыс ағайынның жері, кезінде қазақтың атақонысы болған. Сол Еділмен қош айтысып, қазіргі Дешті Қыпшақ даласына аттанарда Еділіне арнап толғау айтыпты. Сол толғауда сен салмадың, мен салдым, сен салмадың, мен салдым деп келетін жолдар бар. Сен салмадың, мен салдым дегені бабамыздың туған жеріне сен мен тастамадың, мен сені тастап барам деген екен. Осыдан 500-600 жыл бұрын сол кездегі мынау тілдік қасиеттерді қарасақ, қазіргі мынау әдебиет дамыды деген 20 ғасырда да біз ол тұғырдан әлі көріне алмаппыз. Енді Қазтуған бабамыздың ол толғауын қандай әуенмен айтқанын біз білмейміз, өкінішке орай ол бізге жеткен жоқ. Бірақ осы бабаларымыздың жырларын халыққа жеткізу мақсатында Ақселеу Сейдімбек деген қазақтың біртуар азаматы, абыз кісі, осыдан 10 шақты жыл бұрын ғана ол кісі дүниеден өтті. Сол Ақселеу бабамыз, атамыз қазақтың күйлерін алып, осы жыршылардың сөзімен қосып, халыққа ұсынатын бір жаңа форма ойлап тауыпты. Ол кісі ең алғаш мынау Ақтамбердінің күлдірде күлдір кісінетіп күреңді мінермекенбіз деген жырын білесіздер ғой. Сол жырда негізі бұл сүгірдің ыңғай төкпе деген күйі. Дәке орындап жүрші. Осы бұл негізі сүгірдің ыңғай төкпе деген күйі. Осы ыңғай төкпеге Ақтамбердінің толғауын салып,
осы үлгіні көрсеткен. Кейіннен оны Бекболат Тілеуханов алған ағамыз осы жолды жалғап, жаңа біз айтып отырған Қазтуғанның қайранда менің еділімін Қазанғаптың көкіл күйіне салған. Бұл негізі Қазанғаптың көкіл деген күйі, осы күйді алып Қазтуғанның қайранда менің еділімін екеуін біріктіріп халыққа ұсынған болатын. Енді рұқсат болса, біз сол жырды өздеріңізге ұсынайық. Қазіргі заманауи тілмен хабарлайтын болсақ, сөзін жазған Қазтуған Сүйіншұлы, әнін жазған Қазанғап Тілеубердіұлы, орындайтын Диас Мұратханұлы. Қабыл алыңыздар. Алаңда алаң жұрт, ағала ордам қонған жұрт. Атамыз біздің сүйеніш күйеуді болып барған жұрт. Анамыз біздің дос туған келінде болып түскен жұрт. Қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Қарға бойлы Қазтуған, қарға бойлы Қазтуған, батырда болып туған жұрт, кіндігімдай кескен жұрт, кірғонындай жуған жұрт. Қарағай садақ толтырып, қылшаның доққай толтырып, шаңғада сақтау болған жұрт. Қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Сал-салпың шағанау үш өзен, салу ал ордам қонған жер. Жатып қалып бір тоқты жайылып мың қой болған жер. Жабағылай жастайла, жардай бір атаң болған жер. Жарым менен тайы тең, жарылысы мені байы тең. Жабы менен тайы тең, бота шығып бұзаудай, боса заны тоқтыдай, бақасы қойдай жулаған, балығы тайдай тулаған. Шырмауығы шылаулым, шөккен түйе таптырмас, суды ойнаған балығай. Көлігі жылқы жаптырмас. Қайранда менің еділім, мен салмадым, сен салдың. Қайырлы болсын сіздерге. Бізден бір қалған еділ жұрт, қайранда менің еділім. Сен салмадың, мен салдым, сен салмадың, мен салдым.
болсын сіздерге. Бізден бір қалған еділ жол, қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Жұрттың жұрт болуына үлкен үлес қосқан тұлғаларымыздың ішінде Абай Құнанбайұлының есімі ерек. Оған ешкімнің дауы жоқ деп ойлаймын. Осы Абай атамыздың шығармашылығын қарасақ, бір формасы да өзі де ерекше бір өлең бар. Ол сегіз аяқ. Жалпы осы сегіз аяқтың сегіз аяқ аталуының өзі қызық. Біз білетін қара өлеңде 4 жолдан тұратын болса, 8 аяқ өлеңінде бір шумағымыз 8 жолдан тұрады. Сондықтан бұның аты 8 аяқ аталған. Және осы өлеңнің өзара ұйқасуы да қызық. Мысалға, қара өлеңде 1 мен 2 және 4 жол ұйқасатын болса, 8 аяқта 1 жол мен 2 жол, 4 жол мен 5 жол, және осы 1 мен 2-ні 4 мен 5-ті қорытындылап тұратын 3 жол мен 6 жол өзара ұйқасады да, 7-8 жолдар олар жалпы шумақты түйіндеп өзара ұйқасады. Енді бұл енді қазақ өлеңінде бұрын болмаған өзгеше шығарма, реформа деп айтсақ болады. Бұның ізімен кейіннен Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ахмет Байтұрсыновтар өлең жазды. Мысалға, Ахмет атамыздың «Қазағым елім, қайқайып белің, сынуға тұр таянып, қамауда жаның, талауда малың, аш көзіңді оянып, қанған жоқ па әлі ұйқың, ұйықтайтын бар не сиқың» деп келетін өлеңі осы 8 аяқтың формасымен жазылған. Яғни 8 аяқ бұл тек қана бір ән емес, өзінен кейін ұрпаққа жол көрсеткен үлкен бір шығарма деп айтсақ болады. Енді 8 аяқтың осында отырған ағайынның бір 90% сол Жүсіпбек Елебеков атамыздың шырқаған кәдімгі «Алыстан сермеп, жүректен тербеп» деген нұсқасын естіген шығарсыздар деп ойлаймын. Жалпы ғалымдардың зерттеуі бойынша осы 8 аяқтың, енді Абай атамыз бұның тек қана сөзін емес, әнінде өзі шығарған 8 нұсқасын тауыпты ғалымдар. Соның ішіндегі 2-і осы Абай атамыздың өзінікі деген бізге жеткен нақты деректер бар. Енді рұқсат болса, біз сіздерге бұрын сіздер көп ести қоймаған жаңағы 2 нұсқаның біреуімен, осы хордың сүйемелдеуімен Абай атамыздың 8 аяғын орындап берейік. Қабыл алыңыздар. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиядан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған, толғауы 90 қызыл тел, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бәхрәй ала алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ ойғола. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкі
шүлкердің наданның көп айтса күнді жұрт айтса болды әдеті надан адамның ойда қайрат ойда көз болмаған соң айтпа сөз болмасын кекшіл болсайшы көпшіл жан аямай кәсіп қыл орынсыз ыржаң болымсыз қылжаң болама дәулет нәсіп бол еңбек етсең еріндей тояды қарның тіленбей егіннің ебін сауданың тегін үйреніп ойлап мал ізде адал бол байтап адам бол малтап қуансаң қуан сол кезде біріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос. Жалпы қазақ қоғамында өздеріңіз білесіздер, сал серілер деген бір кісілер өткен. Бұл енді сал серілік дәстүр біздің қазақ даласында 19 ғасырда белең алды, шарықтау шегіне жетті. Енді оған дейін 17-18 ғасырларда ылғи қазақ жерінде кескілескен шайқас, қалмақ қазақ шайқасы, қоқан шайқасы, осының бәрінен болар жыраулық дәстүр көбірек қалыптасты. Жаңа біз айтып отырған Ақтанберді, Доспанбет, Бұқар жырау, Қазтуған жырау. Ал 1800-ден бері қарай, яғни 19 ғасырдың басында қазақ даласы толықтай патша үкіметінің қарамағына өтті деп айтсақ болады. Осы кезде бір кішкене бейбітшілік заман орнады, сал серілік дәстүр басталды. Сал сері дегеніміз жалпы өзінің жанынан өлең құрайтын, оның әнін шығаратын, оны өзі орындайтын, өзі жаңағы осындай жиын тойларда айтысып кететін, жиын тойларды басқаратын, тек қана енді осы той томалақтың айналасында емес, сал сері дегеніміз бір жағы өзі жаңағы лашының сұңқарын ұстайтын құсбегі, жақсы атты, аттың жүйрігін таңдап мінетін, талғап мінетін атбегі болған адамдар. Осы қасиеттердің бәрі бір адамның бойынан табылған кезде қазақ оны сал сері деп атаған. Енді қазақ даласында көптеген әншілер, күйшілер өткен ғой, өнерпаздар. Дегенмен қазақта сал сері дегеніміз саусақпен санарлық қана. Өйткені жаңағындай қасиеттердің бәрі бір адамның бойында топтасу керек екен. Және енді сал сері дегеніміз тек қана осы бір ойын тойдың айналасында емес, қоғамда болып жатқан әлеуметтік мәселелерге де үн қатып отырған. Соның бір дәлелі Жаяу Мұса деген кісі өткен. Негізі ол кісінің аты Мұса Байжанұлы. Өзі тұратын жаңағы Баянауылда Шорманның Мұстафа деген баласы бар екен. Біз енді Шорман деген кісіні жаман кісі деп айта алмаймыз, өйткені қазақ даласына ең алғаш мешіт салған, тастан қалатып. Ең алғаш болыстық мектеп салған, қазақ балаларының білім алуына үлкен септігін тигізген кісі. Бірақ енді адамнан жақсы да туады, жаман да туады. Сол Шорман бидің баласы, оның ішінде жаңағы Мұсасы бар. Жаяу Мұсаға қатысы жоқ. Мұса деген баласы болған, Мұстафа, Иса деген баласы болған. Соның ішіндегі Мұстафасы өз ауылында болыс болып тұрған кезде кішкене өзінің билігін асыра пайдаланып, есігінің алдынан атты өткен адамды көрсе, жаңағы дүре соғып астындағы атын тартып алатын болған екен. Бір күні Жаяу Мұса Байжанұлы
сол жерден өтіп бара жатқан кезде өзінің жігіттерін жібертіп атын тартып алып өзіне дүресе қылып қоя берген екен. Сонда жаяу Мұса, бұрын Мұса Байжанұлы болып жүрген Мұса атамыз содан бастап жаяу Мұса атаныпты. Осы оқиғадан кейін. Осы оқиғаға арнайы Мұсаның Ақсиса деген әні шыққан. Шорманның Мұстафасы атымды алып атандым, сол себептен жаяу Мұса деп келетін білеміз ғой бәріміз. Бірақ енді менің ойымша бұл ән тек қана сол бір оқиғаға байланысты шықпаған сияқты, жалпы сол кездегі қазақ қоғамындағы патша үкіметінің билігін асыра пайдаланған шолақ белсенділердің бәріне қаратылып айтылған ән сияқты. Бір жағы ғалымдардың зерттеуі бойынша бұндай әннің формасы қазақ даласында бұрын соңды болмаған екен. Өйткені анау қайырмасындағы игигай, гиккай, гиккай деп келетін одағай сөздер, бұл енді анау қандай әнші орындаса да айтылып тұрған адамына қаратып ішінен сол адамды әлгі сөздердің астарында боқтап тұрма, даттап тұрма, мақтап тұрма, әркім өзінің ыңғайына салып айтады. Бұл форма қазақ даласында алғаш рет болған екен осы Мұса атамыздың Ақсисасы арқылы. Енді рұқсат болса сол Ақсисаны біз өзіміздің жасаған формамызды сіздерге ұсынып көрейік. Қалмайды кімдер жаяу зорлық қылса, Шорманның Мұстафасы атымды алып атандым, сол себептен жаяу Мұса. Игигай, геккай, 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 игигай, игигай, ой, игигай, игигай, гекки, 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 гайга, игигай, гекки, гекки, игигай, гемай. Дариға ішкі еді зорлығына, кеңді қоймал басының олығына, қорқамын тағы дүрей соғама деп, сонда да шыдамаймын қорлығына. Вай игигай, геккай, 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 игигай, игигай, ой, игигай, игигай, гекки, 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 гайга, игигай, гекки, гекки, игигай, гемай. Жаяу Мұса, қалмайды кімдер жаяу зорлық қылса, аттыдан жаяу жүріп кек аламын, жігіттер шаман келсе маған оқса. Вай игигай, геккай, 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 игигай, игигай, ой, игигай, игигай, гекки, 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 гайга, игигай, гекки, гекки, игигай, гемай. Аттыдан жаяу жүріп кек аламын, жігіттер шаман келсе маған оқса. Енді жалпы қазақты әнге бай деп жатамыз. Бұл өзі шынында да бір негізді айтылған сөз деп айтуға болады. Өйткені қазақ ән мәдениеті 5 мектепке бөлінеді. Мына біздің солтүстігімізбен орталық Қазақстанды алып жатқан Арқа мектебі дейміз. Батыс Қазақстанды алып жатқан Батыс мектебі дейміз. Сырдың
жыршылық сыр мектебі дейміз, және шығыстың Алтай Тарбағатай мектебі дейміз, және осы біздің оңтүстік Қазақстанның Жетісу мектебі дейміз. 19 ғасыр мен 20 ғасырдың ортасында қазақ даласын зерттеуге орыстың бір топ ғалымдар келді. Затаевич, Ерзаков бастаған. Сол кісілер қазақ даласын зерттеген кезде құдды бір 5 түрлі мемлекетке кіріп кеткендей болдық деп таң қалған екен. Шынында да енді ойлаңыздаршы, бір ғана бір белгілі бір аймақты алып жатқан, түрі бір, тілі бір, діні бір, дәстүрі бір, кейбір диалект сөздері болмаса бір-бірін 100% түсінетін халықтың өзінің тұрғылықты мекендеріне байланысты әндері әртүрлі. Шынында да осыған қарап қазақтың әнге бай екенін біз айта аламыз. Енді рұқсат болса, сөз жүзінде емес, іс жүзінде көрсетейік. Сіздер біле жүрсін деп, айырмасын айырып, біле жүрсін болашақта деген ниетпен осы 5 мектепті ұсынғымыз келіп отыр. Әуелгі Алтай Тарбағатай мектебінен халық әні Жорғатайды жорғалататын театрымыздың жорғасы Диас ұлдарыңызды ортаға шақырғымыз келеді ағайын. Шаңында өскен Алтайдың оу сіз бір шанар бір көрігей жүзіңдей болдым ғұмар дәй Жорғатай ақбикеш маннатой ғазалдай Ордатай айдай ғұрбымыз аулатшай Орта бойлай қаламқас оу қарағым-ай екі көзден ағады сені көріп дәй Жорғатай айкбикеш маннатой қызылдай Бордатай айдай ғұрбымыз аулатшай Аулым көшіп барады оу таудан асып таудан асқан бұлтпенен араласып дәй Жорғатай ақбикеш маннатой қызылдай Бордатай айдай ғұрбымыз аулатшай айдай ғұрбымыз аулатшай айдай ғұрбым-ай
завлатшай. Келесі кезекте сыр мектебіне тоқталайық. Сыр бойы өзі қазақ мәдениетінің барлық құпиясын өз бойына жинап алған бір қойма тәріздес. Сонау 7-8 ғасырда өмір сүрген Қорқыт бабамыздан бері қарай жыршылық дәстүрді үзбей келе жатқан осы сыр мектебі. Рұқсат болса алдыларыңызға сыр мектебінің өкілі, театрымыздың артисі Ерсейіт Әлиев бауырымызды шақырайық. Ерсейіттің орындауында Тұрмағанбет Ізділеуұлының жырын қабыл алғайсыздар. Қайдан ішпейді қонағасы, айт десең жел сөзімді ау неге аяйын, жел сөзім дидарыңның садағасы. Бастайды, жақ қостайды, қосылып тыңдаушыға ой тастайды. Жыраулық атасынан үзілмеген өлеңді біз бастамайық, кім бастайды? Жатсаң дөтет, тұрсаң дөтет, бақтайса ер жігіт тау төмендетет. Кеткесін басыңнан баг, астыңнан тақ, кейбір дос босағанды көрмей кетеді. Екен жинағанға, арғымақ мойымайды қинағанға. Біреуден біреу артық туған емес, ер болсаң бер басыңды сыйлағанға. Бітіп өтсем дүзім, аралап жердің жүзін жүрер сөзім. Көр алмай кейінгіні кеттім ғой деп, арманда болмай-ақ қойып екі ай көзім. Қазақта ұлы жүзді қамшы беріп малға қой, орта жүзді қалам беріп дауға қой, кіші жүзді найза беріп жауға қой деген сөз бар. Бұл сөз тегін айтылмаса керек. Жалпы Батыс ән мектебінің әуені халқының мінез сияқты жарқ-жұрқ етіп тұрады шынында да. Мына сіздерге осыдан бірнеше жыл бұрын танылған жалпы қазақ халқына әдемі қыз деген ән болды ғой. Мөлдір Әуелбекова орындады ғой. Ақ көйлек, қара камзол деген.
Ол енді лирикалық бағытқа салып орындады, әннің танылуына ықпал етті. Дегенмен бұл ән негізі осы Батыс мектебінің әні. Бүгін сіздер сол әдемі қыздың оригинал нұсқасын тыңдайын деп тұрсыздар. Ортаға Батыс мектебінің өкілі, театрымыздың артисі Айсәуле Қайырғазина сіздерге осы бір халық әні әдемі қыз тартып етсін. Қабыл алыңыздар. Төртінші мектебіміз бұл Жетісу ән мектебі. Жетісу ән мектебінің жалпы қалыптасуына үлкен еңбек сіңірген Кенен Әзірбаев деген ақсақал. Жалпы енді жаңа айттық қой, жыраулық дәстүрі болды, одан кейін 19 ғасырда сал серлік дәстүр болды дедік, бірақ енді оның да өзі бір бітетін кезі болды. Осы Кенен ақсақалды сал серлердің соңғы тұяғы деп ғалымдар баға берген екен. Ол кісі осы 1974 жыл қайтты ғой деймін, қателеспесем. Сол кезден бастап сал серліктің дәуірі өтті. Одан бері қарай Нұрғиса аталарымызды, Шәмші аталарымызды біз композитор деп танимыз. Осы сал серлердің соңғы тұяғы болған Кенен атамыздың Тік шырқау деген әнін шырқап беретін театрымыздың әртісі Нұрболат Ұзақбайұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Asqağange salayın sarğaqtatıb or Ay qızıq ay qızdaray Қыз мінген қызыл аттың жорғасындай кетейін Үлкілдетіп ырғақтатып сұлу қыз Түлкі болып төстен қашсау ер жігіт Іліп алып кетсе қалқыбы төрт бөліп
түн ұйқысын жортқан жігіт жүрмей ме? Шартараптың дәмін татып шіркін ай, бұл дүниенің қызығы сол қалқаңды. Оңашада оқу сүйсің жатып ба. Ай, қызық-ай, ол қыздар ай бе. Жүрегімдей қыздар жан қызарсың ақо, алба шекер тілің мен қан қызарсың ор. Ай қызық ай қыздар ой бе. Келгенде 17 мен 18-ге екеудеңнен қосанарың салбырасын кез болған. Кенедейден сұлу қыздар көңілімдей, қайтып менің қалғызарсың қамыстей. Терең көлдің сұқсыредің бір күні, ақиыққа балғызарсың қоймасаң. Сұлу қыздар бұл мінезді мені де. Көлеңкеңде оқу талғызарсыңыңа. Ай, қызық-ай, ол қыздар ай бе. Бесінші мектеп бұл Арқа мектебі, Қазақстанның орталығын, солтүстігін қамтитын. Жалпы мынау сал серілер деп әңгіме қылдық қой, сал серілер осы Арқа мектебінен көптеп шыққан. Ақан, Біржан, Жаяу Мұса, Балуан Шолақ, әлгі бір түнде 8 қыздың бетін ашатын Иман Жүсіп, осы бәрі Арқа мектебінің өкілдері. Арқа мектебінің өкілдерінің ішіндегі тағы бір жарқын бейне бұл Естай ақын. Естайдың махаббат әндерінің шыңы деген үлкен бағалған Құсни Қорлан деген әні бар. Ол сол дәуіріміз, осы біздің заманымызда да өзінің биігінен түспеген ән. Бұл әннің тарихы бұлай болған екен. Маралды жерінде Сұлтан деген би болыпты. Сұлтанның ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, Құсни Қорлан атты қос қызы болыпты. Сұлтан күндердің күнінде үлкен той беріпті. Бұл тойды естіген Естай да осы ортадан табылыпты. Естай келді дегенді естіген ауылдың барлық бозбала бойжеткені жиылыпты. Әлгі отырыста Естайдың көзі Қорланға түсіпті. Той жиын тарқағаннан кейін Қорланның жеңгесі арқылы Естай мен Қорлан оңаша кездесіпті. Екеуі бір-біріне ынтықтық сезімін білдіріпті. Бірақ Қорланның бала күнінде атастырылып қойған адамы бар екені екеуінің махаббатына кедергі болыпты. Естай Қорланға қандай кедергі болса да мен достарымды ертіп келіп сені алып қашамын деп екеуі осы сөзге уағдаласыпты. Қорлан саусағындағы сақинасын Естайға беріпті. Бұл сыбысты естіген Сұлтан би ел алдында қарабет болудан қорқып, Естай қайт оралып келгенше Қорланды өзінің атастырған адамына ұзатып жіберіпті. Қазақы ата салттан аттай алмаған Естай Қорланға деген махаббатынан Құсни Қорлан әні туындапты. Қорланның берген сақинасын ғұмырының соңына дейін саусағынан тастамай тағып жүріпті. Өзі өлгеннен кейін де
осы саусағындағы сақинасымен бірге жерленді дегенде дерек бар. Бір қыз бар Маралдыда, қорлығайын табиғат берген екен, күн мен айын мұратқа іздеген жан бәр ай жетпес, дәріғай арманым көп, не қылайын ақау арман құсыни қорлан, екі ай бағланып екеуі туған екен бір анадан. Бозбала қалмақ апа, бұл жалғаннан жігіттің арман ай жоқ, сүйген далған қорлан сендей жан тумас, туса туар арыталмас. Бар ғаламда шарақтап уадариға ләуліп тас, Бағдат Мысыр шың машан. Іздесем қорлан Бұл енді дәстүрлі Естай атамыздан негізгі қалған варианты осы. Кейіннен бұның енді эстрадалық көп біз естіп жүрген варианты шықты ғой. Мынау біз орындағанымыз нағыз Естай атамыздан қалған нұсқа. Жаңа Абай атамыз туралы сөз қозғадық, сегіз аяғын айттық. Сол кезде жалпы қазақ өлеңіне реформалық келген адам дедік қой. Енді Абай атамыз тек қана өлеңмен емес, ақындықпен емес, бұл кісінің көптеген әндері қалған, көптеген күйлері жеткен бізге, саясатпен де айналысқан, болыста болған, аударма жасаған, шығыстың, орыстың, Европаның мәдениетімен жете таныс болған кісі. Бұлайша айтқанда енді 8 емес 80 қырлы адам ғой ол кісі. Осы кісінің және бұл кісі мынау қазақ қоғамына табиғат лирикасын, махаббат лирикасын алғаш алып келген адам.
Абай атамыздың жел үстінде жарғай деген әні бар. Шыны керек, осы әннің мектептің кезінде болсын, кітаптарда байқасаңыздар, алғашқы 2 жол ғана беріледі. Сол 2 жолын ғана білгендіктен ба, енді ұят болса да, осы біраз уақытқа дейін мен осы өлеңді табиғат туралы өлең екен деп ойлаптым. Сөйтіп, жан-жағымнан сұрастырсам, әлі де табиғат туралы деп ойлайтын адамдар бар екен бұл өлеңді. Негізі бұл таза махаббат туралы ән. Онда да қос ғашықтың бір-біріне деген ынтықтық сезімін сұмдық суреттейтін әндердің бірі. Және де бұл әннің негізі 5 шумақтан тұрады. Біз қазір енді сіздер көп ести қоймаған, көп біле бермейтін шумақтармен осы жел үстінде жарғайды хордың сүйемелдеуімен, ансамбльдің сүйемелдеуімен орындап берейік. Қабыл алыңыздар. Üstünde şarıgan Sevlesi suda dereldi Avuldan şana tereң say Tasağan görüldü avuldan jana tereң say tasağan özün görüldü. Jangarım en dostum Örgen itben aytakka Kelme
Келесі орындайын деп отырған әніміз мен өзім жақсы көріп орындайтын, ылғи орындап жүретін әндерімнің бірі. Бұл әннің авторы мынау зиялылық пен қайраткерліктің, соның ішінде салт дәстүрдің екеуінің арасында, салт серлік дәстүрдің екеуінің арасында бір алтын көпір болған адам. Өзі ақын, өзі сазгер, өзі журналист, өзі жазушы, өзі қайраткер. Айта берсек қырлары көп. Сәкен Сейфуллин атамыз. Сәкен атамыз жайлы енді біздің білетініміз көп шығар, бірақ білмейтініміз де жетерлік. Мен бұл кісінің бір ғана ерлігін айтып кеткім келіп тұр. Өзім таң қалған, қатты разы болған бір еңбегін айтқым келіп тұр. Сәкен атамыз 29 жасында Совнаркомның төрағасы болған адам. Совнарком дегеніміз народный комитеттер, қазіргі тілмен айтқанда министрліктер. Сол министрліктердің үстінен қараған, яғни премьер-министр болған 29 жасында. Сол кезде еңбекші қазақ деген газет болған, қазіргі егемен Қазақстан. Сол газетке қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік деген мақала жазып, қаншама уақыттар өзінің атынан айырылып, қазақ деген атының орнына қырғыз атанып келген қазақ халқының қайтадан қазақ деген атының қайтарып алуына ықпал еткен адам бұл кісі. Енді ол қалай болды десеңіздер, жалпы патша үкіметінің кезінде казак орыс отряды деген болған. Қазақ емес, казак. Білесіздер ғой, казак орыс отряды. Осы казак орыс отрядымен шатастырып алмау үшін деп өтірік бізді алдап, былайша айтқанда, сондай бір желеумен негізгі мақсаттары қазақты бір түсіру мақсатында, өйткені өзіңнің еліңнің, өзіңнің ұлтыңның атымен аталмай басқа біреуге теліп қоюдан артық қорлық жоқ қой. Біздің қазақ деген атымызды киргиз деп атады. Ана казактармен шатастырып алмайық деді да, киргиз деді. Содан біз киргиз болдық. Мына көрші біздің қырғыздарды қара қырғыздар деді. Бізді киргиздар деді. Кейін Совет үкіметі келгеннен кейін де осы бір атымыздан айырыла алмадық. Киргизская республика деп аталып жүрдік. Сонда Сәкен атамыз 29 жасында осы билікке келген кезде ең бірінші осы біздің қазақ деген атымызды өзімізге қайтарып алып келген адам. Бұдан асқан енді ол кісінің ерліктері көп, дегенмен осы бір ерлігін ғана сіздерге айтып кеткенім жөн көрдік, және бұл нағыз қазаққа керекті ақпарат болғаннан кейін сіздердің біле жүргендеріңізді жөн санадық. Енді рұқсат болса біз қазір ол кісінің ерлігін айтып таусалмаспыз. Сәкен атамыздың әнімен сөзіне жазылған «Тау ішінде» деген әнді тартып өтейік сіздерге. Мен келем тау ішінде түнделетіп, аймақты көңірентіп өлеңдетіп, астымда ақ боз атым шалтақтап қолақтарын елеңдеді. Ақбоз ат менің тұлпарым, шалқыған көңілі суғарым, көкірек кере жалынмен ауаның жазғы жоларым. Ағыл сөмбілі
Belgiysen gelgenimde жалғыз өзің. Ән салдым есіп майлау жаяулатып шырқатып толғап ойнап аяңдатып толқынды мың болған әнімді естіп тыңдарсың кірпік қақпай ояу жатып ақ боз аттым қояндай еркелеп басар аяңдай тербеді даусым ауаны дыңылдап қалқып баяудай ағым сүмбіл шаш қара көзің тәттай сөзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің сүмбіл шаш қара көзің тәттай сөзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің қара көзің тәттай сөзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Келесі орындайтын әніміз Кенен атамыздың Көкшолағы. Енді Көкшолақты білмейтін қазақ жоқ. Осы жолы енді Кенен атамыз туралы емес, мен Көкшолақ туралы кішігірім ақпарат берейін сіздерге. Көкшолақ деген негізі бұл ән емес. Бұл айтыс болған. Кенен атамыз өзі, Кенен туралы айтпаймыз деп тағы да Кененге кеттік. Кенен атамыз өзі шынында да бір өте кедей отбасынан шыққан, анасынан ерте айырылған, әкесі бір байдың қойын баққан, өзі қозы баққан, сол 7-8 жасынан бастап домбыра алып, қозы бағып жүріп, алғашқы әндерін шығара бастаған, мысалы Бозторғай біз білетін, қозы бағып жүріп шыққан әні. Сөйтіп бір көрші ауылда той болып жатыр дегенді естіп, Кенен атамыз бір қозыға қойға мінетін, жүрмейтін бір Көкшолақ аты бар екен астында. Сол атты мініп бір белден асып қалса, бір байдың қыздары астына ақ боз аты мінген, кетіп бара жатыр екен, үстіне қызылды жасылды көйлегін киген. Содан Кенен атамыз қастарына барса, әлгі қыздар қой сасыған Кенен, жел жағымыздан жүрмес үстімізді қи сасыттың деп әлгі Кененді жақтыртпайды екен. Сөйтіп Кенен атамыз аналарға өлеңмен бір қайырады екен. Сол арасында Шалипа деген бір байдың қызы бар екен. Әлгі қыз екеуі жаңағы жерде айтысады екен. Бірақ Кенен атамыздың аты жүрмейді. Әлгі әндегі алай жүрші Көкшолақ, былай жүрші Көкшолақ дейтін ән емес. Ол кезде шындадан астындағы атын ұрғылап, арам қатқыр Көкшолақ, жаман қатқыр Көкшолақ, қыздар мінген байтал, жанай жүрші Көкшолақ деп атын ұрады Көкшолағың. Қыздарға жете барады, қайтадан қыздар шауып кетеді. Сөйтіп бұл айтыс болған негізі. Кейін Кенен атамыз 80-ге таяған шағында Алтынбек Қоразбаев ағамыз бар, тағы да сол жақтың тумалары бар, сол кісілерді шақырып алып, осы бір айтыс болып қалса ұмытылып кетер, осыны бір ән қылып қалдыру керек деп, жаңағы атын сабалаған жердің бәрін икемге келтіріп, Көкшолақты ән қылып, ең алғаш осы Алтынбек ағаларымыз осы әнді орындаған екен. Рұқсат болса сол Көкшолақты біздерге орындап берейік.
ай осыңа мендей құрбың келіп қаптай олай жүрші көк жолақ, олай жүрші көк жолақ, арам қаттың көк жолақ, жамандаттың көк жолақ, мен ұмытқан көк жолақ, қыздар мінген байдалға, жанай жүрші көк жолақ. Өзіндік қасиеттерден айырылған ұлт өледі. Ұлтты өлтірмейтін оның төл тума мәдениеті ғана. Осы жолда еткен еңбек пен төккен терді Тәңірдің сыбағасына балап, атадан қалған асыл мұраны өскелең ұрпаққа жеткізу жолында қол жалғап жіберу әрбір қазақ азаматының парызы деген екен Ақселеу Сейдімбек атамыз. Біздің де ұранымыз осы. Атадан қалған асыл сөз бен әсем әннің бір түйір дәнегім болсын, жан дүниелеріңізге ие алған болсақ, біздің мақсат мұратымыздың орындалғаны. Жасасын қазақ елі, жасасын қазақ әні. Қыздар сұлу көрінер белім қозы әлуай, есігіңнің алдына су төгіп қой қыздар-ай, әкең тайып жығылсын мені қозы алуай. Бай-бай қыздар-ай, қатарымсың тегімсің, арым-арым айтпаймын
ішің білсін әлуай. Ай қыздар ай қатарымсың тегімсің, арғы жағын айтпаймын ішің білсін әлуай. Қар жауса қақтырмайды қыздар ай, біздей жігіт сіздерге таптырмайды әлуай. Ауылыңның сыртынан әнге салсам қыздар ай, кемпірмен шалтыр жыңдап жақтырмайды әлуай. Ой қыздар ай қатарымсың тегімсің, арғы жағын айтпаймын ішің білсін әлуай. Ай қыздар ай қатарымсың тегімсің, арғы жағын айтпаймын ішің білсін әлуай. Бәріміз бірге айтып көрейік, кеттік па? Бәріміз бірге. Бай қыздар ай қатарымсың тегімсің, арғы жағын айтпаймын ішің білсін әлуай. Бай қыздар ай қатарымсың тегімсің, арғы жағын айтпаймын ішің білсін әлуай. Бай қыздар ай қатарымсың тегімсің, арғы жағын айтпаймын ішің білсін әлуай. Бай қыздар ай қатарымсың тегімсің, арғы жағын айтпаймын ішің білсін әлуай. Сіздермен бүгін кеште өнер көрсеткен әртістермен таныстырып өтейін. Менің оң жағымда талантты бауырымыз күй сандықта Абзал. Абзалдың туған күні бүгін. Домбырада Дәурен. Бас гитарада Шәмші. Жетігенде Бақыт қарындасымыз. Ұрмал аспаптарда Ілияс және Руслан. Ейді! Примағымызда Ажар. Қылғымызда осы қазақша терапияның авторларының бірі Нұрболат Қыдырбаев. Және театрымыздың артисі Диас Мұратхан.
Альбина, Айдана, Замира, Құралай қарындасымыз, Нұрсұлтан бауырымыз, Нұрболат Ұсақбай, және концертімізді хормен көркемдеуші Манарбек Жәлімбетов ағамызға алғысымыз білдіреміз. Сахна құрастырушы Ерғанат бауырымызға, дыбыс беруші Едіге Ұлан Бауыржан бауырларымызға, жарық беруші Еламан бауырымызға, және де жыршы Ерсейт Әлиев, Айсәуле Қайырғазина, осы концертімізді таспалап отырған Мерген ағамыздың командасына, Қуыршақ театрының басшылығына, Алатау театрының басшылығына, осындағы администрация болып жүрген Салтанат, менің жұбайым Азиза, және де кешіміздің режиссері Жұлдызбек Жұманбай ағамызға алғыс білдіреміз. Пай-пай қыздар ай қатарымсың, тегімсің, арғы жағын айтпаймын, ішің білсін әлуай. Пай-пай қыздар ай қатарымсың, тегімсің, арғы жағын айтпаймын, ішің білсін әлуай. Пай-пай қыздар ай қатарымсың, тегімсің, арғы жағын айтпаймын, ішің білсін әлуай. Пай-пай қыздар ай қатарымсың, тегімсің, арғы жағын айтпаймын, ішің білсін әлуай.